Қазіргі таңда Қазақстанда жаңа конституция жобасы туралы қызу талқылау болып жатыр. Елімізде конституциялық реформаға қатысты талқылау жалғасып жатыр. Жаңа конституция жобасы Конституцияға өзгеріс пен түзету енгізу. Конституциялық комиссия құру керек. Конституция қоғам талабы уақыт тозған. Жаңа конституция жобасы туралы Конституцияның 84%-ның өзгеріске ұшырады. Жаңа конституциялық жоба тұрғындардың қауіпсіздігі мен құқықтарын қорғауға басымдық береді. Біреулер үшін бұл кезекті саяси құжат болса, ал енді біреулер үшін елдің болашағына тікелей әсер ететін маңызды қадам. Бірақ көп адам әлі күнге дейін бір қарапайым сұраққа нақты жауап таппай жүр. Конституция дегеніміз не, және оның өзгеруі қарапайым адамның өміріне қалай әсерін тигізеді? Шын мәнінде конституция бұл тек заңгерлерге арналған күрделі мәтін емес. Бұл мемлекет пен қоғам арасындағы келісім. Сондықтан Қазақстанның жаңа конституциясының жобасы тек қана баптардың ауыстырылуымен ғана емес, ел қандай бағытта дамып, билік пен халықтың қарым-қатынасы қалай өзгеретіні туралы күрделі сұрақтардың жауабы. Қазақстанның жаңа конституциясының жобасы не үшін қажет екенін және де қандай өзгерістер әкелетінін талқылап көрейік. Бұл жолаушы, жол жүректілерге. Қазақстанға жаңа конституция не үшін қажет екенін түсіну үшін ең алдымен конституция дегеннің өзі не екенін түсініп алу маңызды. Конституция мемлекеттің ең басты заңы. Оның үстінде ештеңе жоқ. Президентте, парламентте, сотта, полицияда конституцияға қайшы әрекет ете алмайды. Қарапайым сөзбен айтқанда, конституция елді кім және қалай басқаратыны туралы, адамның қандай құқықтары бар екені туралы және мемлекет билігінің шекарасы қайда бітетіні туралы осы үш негізгі сұраққа жауап береді. Ал қылмыстық, салықтық, әкімшілік заңдары конституцияға сай болуы тиіс. Егер қандай да бір заң конституцияға қайшы келсе, ол дұрыс емес деп есептеледі. Сондықтан жаңа конституция туралы сөз болғанда, бұл кішігірім түзетулер ғана емес, бұл ойын ережелерінің қайта жазылуы туралы үлкен өзгеріс. Ел президенті ерекше атап өткендей, бұл мән-маңызы жағынан да, саяси құқықтық мазмұны тұрғысынан да жаңа құжат. Қазақстанның қолданыстағы конституциясы 1995 жылы референдум арқылы қабылданғанын білеміз. Бұл кезең мемлекеттің енді ғана қалыптасып жатқан уақыты еді. Сондықтан ол конституция бәсекелестікке, билік тепе-теңдігіне немесе белсенді азаматтық қатысуға емес, ең алдымен тұрақтылық пен басқаруға ыңғайлы болу үшін жасалғанын түсінуіміз қажет. Бұл конституция осыдан бұрынғы 30 жылдың ішіндегі Назарбаевтың жасап кеткен монополияның билігі, мынау банктердің билігі жүйесінен толық арылтады. Ал енді тәуелсіздік алғаннан бері оған қанша рет өзгерістер енгізілгені туралы айта кетсек, конституциямызға 6 рет өзгеріс енгізілгені мәлім. Бірақ бұл өзгерістер сол кезеңдегі саяси қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін жасалғанын білуіміз қажет. Президенттің 7 жылға бір рет қана сайлануы ел тарихындағы аса маңызды саяси құқықтық бетбұрыс деп айтуға толық негіз бар. Бұл жайда ең маңызды бір нәрсені түсінуіміз керек. Конституция жай ғана жаңартылып емес, ол билік жүйесіне бейімделіп отырды. Енді ескі конституцияға тоқталып өтсек, онда не дұрыс болмағанын түсініп көрейік. Ескі конституциямызда адам құқықтары, сөз бостандығы, тәуелсіз сот, билік бөлінісі деген ұғымдар барлығы жазылған. Бірақ мәселе мәтінде емес, нақты өмірдегі тәжірибеде болды. Осы 30 жылдың ішінде Қазақстанды билеп келген, және осы Қазақстанның ресурстарын сатып жіберген. Сонымен бірге осы жаңағы көптеген миллиард долларды шетелге шығарып жіберген Назарбаев жүйесімен толығымен қоштасудың жүйесі болып табылады. Ал енді ескі конституцияның негізгі сындарына тоқталсақ, ең біріншісі бұл президент билігінің тым күшті болғаны. Президент іс жүзінде басты саяси шешімдерді, билік өкілдердің тепе-теңдігін және реформалардың бағытын өзі жеке анықтаған болатын. Екіншісі, әлсіз парламент. Парламент көбіне шешім қабылдаушы емес, қабылданған шешімдерді бекітуші орган ретінде жұмыс істеді. Үшіншісі, тәуелді сот жүйесі. Соттар кез келген азаматты мемлекеттік жүйеден қорғайтын механизм ретінде сирек қабылданатын болған.
Және де төртіншісі, Конституцияның жиі өзгеріп отырғаны бұл оның тұрақты іргетас ретінде беделіне нұқсан келтірді. Қарапайым сөзбен айтқанда, Конституция көбінесе азаматтардың құқықтарын емес, мемлекеттің мүдделерін қорғау бағытында жұмыс істеген. Соңғы жылдардың оқиғаларынан кейін біздің қоғамға түсінікті әрі тұрақты ережелер керек екені айқын болды. Сондықтан бұл жолы жай ұсақ түзетулер ғана емес, жаңа Конституция жобасын ұсыну идеясы пайда болғаны және жаңа кезеңнің символы ретінде көрсетілгені толық негізделгені рас. Сондықтан ата заңымызға осыған дейін енгізілген өзгертулерді ескерсек, жұмыс тобы ұсынып отырған түзетулер жобасы Қазақстанның шын мәнінде жаңа конституциясы туралы айтуға мүмкіндік береді. Ал енді жаңа Конституцияның ескіден басты айырмашылығы неде деп сұрасаңыз, қысқаша айтқанда, ең басты айырмашылығы мәтінде емес, логикада. Сондықтан ескі Конституция мен жаңа ата заңның арасындағы мазмұндық, ұстанымдық, мағыналық, жаңашылдық, тілдік, редакциялық тұрғыдан айырмашылық біршама. Ескі логика бойынша ең біріншіден билік үстемдігі, екіншіден тәртіп ұстанымдары, үшіншіден адам құқығы келеді. Ал жаңартылып жатқан Конституцияның түсінігі бойынша ең біріншіден адам және оның құқықтары, екіншіден әділ заңдар мен сот, және де үшіншіден осы ережелерді сақтау барысынан шығатын тұрақты мемлекет. Енді жаңартылған Конституцияның негізгі өзгерістеріне назар аударайық. Біріншісі, жаңа Конституция жобасында адам, оның құқықтары және оның қадір қасиеті мемлекеттің ең жоғары құндылығы болып табылатындығы баса айтылады. Бұл жерде жеке деректерді қорғау, әділ соттың болуы және де мемлекет қызметкерлердің заңсыз әрекеттерінен қорғану сияқты мәселелер қамтылады. Негізінде дұрыс бағыт, бірақ бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Құқық мәселесі өздігінен жұмыс істей алмайтынына көзіміз жетті. Оларды құқық шығаратын институттар қорғамаса, бұның бәрі жай ғана әдемі сөз болып қалады. Екіншісі, қарапайым азаматтар мен билік өкілдерінің арасындағы тепе-теңдікті өзгертуге бағытталған талпыныс. Бір қарағанда жақсы естілетін сияқты, бірақ парламенттің өз пікірі мен шынайы дербестігі бола ма? Саяси мәдениет пен бәсекелестік болмаса, ең дұрыс жүйеде жұмыс істемеуі мүмкін. Үшіншісі, референдумды аса маңызды шешімдерді қабылдау құралы ретінде тану. Жалпы референдум деген бұл тікелей демократияның өте тиімді, өте маңызды құралы, тетігі деп айтуға болады. Сондықтан бүгін халқымыз қандай шешім қабылдаса, мемлекетіміздің сондай түпкі байламы болады. Бұл мемлекеттік жүйедегі қарапайым халықтың рөлін күшейтіп, жүйедегі болып жатқан процестерге тікелей қатысуын және демократияны дамыту ретінде ұсынылып отырған құрал. Референдум өте жақсы құрал болғанымен, тек еркін пікірталас, дауыс беру әділдігі, әртүрлі көзқарастың болғандығы ғана жұмыс істейді. Төртіншісі, соттар мен заң мәселесі. Конституция жобасы соттың тәуелсіздігіне, заң үстемдігіне ерекше мән береді. Бұл барлық өзгерістердің ішіндегі ең маңызды әрі ең күрделі мәселе болып саналады. Егер сот шын мәнінде тәуелсіз болса, онда Конституциямыздың жұмыс істей бастауы мемлекетке деген сенім артатынына сөзсіз. Ал егер сот жүйесі сол қалпы қалса, онда барлық өзгерістердің мәні жоғалып кетеді. Жобаның жалпы бағасын берсек, заманға сай көрініп, қоғам сұранысын көрсетіп тұрғаны байқауға болады. Бірақ ол барлық мәселені автоматты түрде шешіп беретініне қатты үміт артудың керегі жоқ деп есептеймін. Себебі, барлығы орындалуы мен іске асыру кезеңімен белгілі болар. Жаңартылған Конституция әділетті жүйе құруға, мемлекет өкілдеріне деген сенімді арттыруға, тұрақты ережелер мен қалыптастыруға жасалған жақсы мүмкіндік деп санаймын. Жаңа Конституция жобасы өзгерістердің қажеттілігін мойындайтынын көрсетеді. Басты сұрағымыз, бұл өзгерістер шынайы бола ма? Осы сұрақтың жауабы тек билік өкілдерінен емес, сонымен қатар қоғамның белсенділігі мен өз құқықтарын қорғауға дайын болуына да байланысты.